Сенбі күні Азамда Ридзер әкімі жүлдесіне қалада шаңғы роллерларынан ашық біріншілік өтті. Спорт шарасы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналды. Бүгін Ридзерде шаңғы роллерынан ашық біріншілік өтті. Онда өз спорт шеберліктерін күллі Қазақстаннан үздік шаңғышылар мен биатлоншылар көрсетті. Жарысқа Ридзерге Өскемен, Семей, Шығыс Қазақстан облысының аудандарынан спортшылар келді. Көптеген қалаларды қысқы спорт түрлері бойынша Олимпиадалық резервтік республикалық мектеп-интернаты колледжінің тәрбиеленушілері танытты. Тас жолға 200-ден астам қатысушылар шықты. Соревнования проходят 6-й раз. Прошлый год мы пропустили из-за карантина. Бұл жарыс осымен 6-шы рет өткізіліп жатыр. Өткен жылы карантинның салдарынан өтпей қалды. Карантин салдарынан жарысты қыркүйектің 2-ші сенбісіне ауыстыруға тура келді. Ридзер, Семей, Өскеменнен спортшылар қатысуда, Шыманайха, Ұржар, Ұлан аудандарынан да келді. Республикалық мектеп-интернаты Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан облыстарын, Қатон-Қарағай, Алтай аудандарын танытуда. Барлығы 220 қатысушы жиналды. Жарысты Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнадық. Ауа райы да бүгін өте жайлы болды. Білікті айналымдар жартылай финал және финал. Өз жас санаттарында Ридзердің спортшылары Варвара Небогатова, Егор Немцев, Ярослав Крохотов, Анастасия Супьянова, Егор Гребенщиков, Арсений Безгинов пен Рамаш Темірлан атанды. Занимаюсь очень долго, в районе 11 лет. Бұл спортта мен 11 жастанмын. Бұл облыстық жарыстардың маңызы өте зор. Сондықтан ұйымдастырушыларға үлкен алғыс. Спортта көріп тұрғандарыңыздай ерлер өте аз. Қарсыластарым өте мықты. Мәселен, Дмитрий Шубин, әлемнің 2 чемпионатының қатысушысы. Витанька Владислав, халықаралық класының спорт шебері. Барлығы өте мықты. Үздік нәтижелерді сонымен бірге Қостанайдың шаңғы роллерлері Мария Люфт пен Валерия Батченко көрсетті. Бірінші орындар Ұржардың спортшылары Татьяна Жердева, Жібек Арманова және Нұрхат Мырзахметовта. Серікбол Салауат Курчатовтан және Ксения Фролова-Бобровкадан жеңімпаздың құрметті орнын иеленді. Мы не первый год сюда приезжаем. Ридзерде өтетін жарыстарға біз үнемі келеміз. 11-ден 16 жасқа дейінгі балаларды әкелеміз. Ридзердің тас жолы керемет, ауасы таза. Балалар Ридзерге жарысқа қуана келеді, демалады. Бәрі өте жоғары деңгейде үнемі. Ардагерлер арасында биіктікте Семей қаласын танытқан Ердос Ахмадиев болды. Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлері грамоталармен ескерілді. Жүлделі және 4-ші, 5-ші, 6-ші орын алған спортшылар ақшалай жүлделермен ескерілді.